Аптасына неше рет болады жынысқа? Күнде болады дейді. Арасына 1-2 күн салу керек қой. Бәрі қазір бізде өзінше дәрігер бәрі. Қандай адам келсін бәрі әйтеуір дәрігер. Өзінің маманы, еще біздің те маманы. Қызыл күндерді күтіп отырады. Этикерден кейін. И этикер келгенде күнде жаңа жынысқа қатынасқа түседі. Басқа күндер түспейді екен да. Сөйтіп мен айтам, сіздер вообще қалай үйлендіңіздер деймін ғой. Аптасына қанша жыныстық қатынас болады, қалай болады, не болады. Ұрық деген пистолет емес қой, автомат емес қой, сен қазір маңда аттың тигізсең бірден тигіздің деп. Ұрық жатырға кірсе 2 күнге дейін 48 сағаттай сояқты өмір сүретін несі бар. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта уролог, андролог Арман Мырза. Баланы жоспарлау кезінде келеді. Келген кезде айтады, аптасына неше рет болады жынысқа? Күнде болады дейді. Баланы жоспарлаған кезде күнде жынысқа қатынасқа түсуге болмайды. Солай ма? Неліктен? Өйткені сіз күнде жынысқа қатынасқа түссе, объем сперманың азаяды, активность азаяды. Зрелый сперматозоидтардың уже дамуы тежеледі ғой. Ол күнде толу керек қой, семенной пузырьки деген бар, сол толу керек. Толуына қанша уақыт жұмсалады? Арасына 1-2 күн салу керек қой. Арасына 1-2 күн салу керек. Бала егер жоспарласаңыз? Баланы жоспарласа, аптасына примерно средний 3 рет жыныстық қатынас болады. Ол бала жоспарлайтын жұптарға арналған. Бізде көбісі қалай ойлайды? Бізде көбісі ойлайды, овуляция деген бар. Айтып тұрмын, бәрі қазір бізде өзінше дәрігер бәрі. Қандай адам келсін бәрі әйтеуір дәрігер. Өзінің маманы, еще біздің те маманы. Интернетте оқиды, овуляция дейді, овуляцияны алады, қосады, жаңағы қызыл күндерді күтіп отырады. Этикерден кейін. И этикер келгенде күнде жаңа жынысқа қатынасқа түседі. Ал басқа күндер түспейді екен да. Сөйтіп мен айтам, сіздер вообще қалай үйлендіңіздер деймін ғой. Екеуіңіз бір-біріңізге сезімдеріңіз бар ма? Либо жай аттастырып қойды ма сіздер? Қалай үйлендіңіздер деймін ғой. Сіздер тек жаңа баланы жоспарлайтын күні ғана жынысқа қатынасқа түссе, басқа күндеріне жынысқа қатынасқа түспейсіңдер ма? Ең бірінші сол мәселені қозғау керек қой бұл жерде. Екеуің арасында байланыс қандай. Допустим, біреуі бар, біз білмей бір-бірімізбен үйлендік дейді. Жаңа әке-шешеміз бір-біріміз таниды дейді. Бұл жерде сол моменттерді қарау керек. Бұлар тек жаңағы әке-шеше балалы болу, немерелі болу тек солмен ғана. И көбінесе неге балалар жаңағы бізде ажырасу көп, жалғыз басты аналар көп бала өсіріп жатқан. Өйткені изначально өздерінің араларындағы қарым қатынасы жоқ олардың. Содан ақ байқауға болады ғой. Мен сол сұрақ қойғаны сол аптасына қанша жыныстық қатынас болады, қалай болады, не болады. Сол біз тек овуляция күні түсеміз дейді. Басқа күндер сіздерге не керек емес па? Значит, ертең сен жүкті болғаннан кейін вообще жыныстық қатынасқа түспейсің ме сонда? Бұл мәселе сол изначально қарау керек қой, видите. А бізде бірінші көбісі жаңағыдай, неге былай істеу керек, көбінесе дәрігердің айтқанына емес, бұл вообще медицинаға қатысы жоқ адамдар жақсы не қылады, тыңдайды. Ол медицинаға қатысы жоқ адамдардың көбінесе ол ақша табудың көзі ғой оларға. Оларда өтірік алдаудан басқа не жоқ олар. Андай жалған мамандар көп дейсіз ба? Жалған мамандар әлеуметтік желілерде? Әлеуметтік желілерде көп. Мысалы алтын қоңыз дейді, басқа қоңыз дейді, анау дейді, ананы ішу керек. Маған неше түрлі дәрілер жеп береді. Рекламадан ананы көрдім, мынаны көрдім, ішсем қалай болады дейді. Мына дәріні білмейсіз ба деп маған келеді. Мен ана дәріні қараймын да, шынымен де мен дәріні білмеймін де, көрмегенмін де. Біз енді медицина саласында жүргеннен кейін біз более доказательная медицина деген бар. Более тексерілген, жаңа неден этаптардан өткен, адамға зиян келтірмейтін, көмектесетін дәрілерді жазып береміз. Маған келген жұптарға айтам, сіздер ол овуляцияны есептемей қойыңыздар. Егер аптасына 3-4 рет жыныстық қатынас болатын болса, сіздер ол овуляцияға дейінгі күнді
овуляция күндерін, овуляциядан кейінгі күндер бәрін таптап өтесіздер. Сол кезде ол ұрық деген пистолет емес қой, автомат емес қой, сен қазір маңда аттың тигізсең бірден тигіздің деп. Ол ұрық жатырға кірсе 2 күнге дейін 48 сағаттай сояқты өмір сүретін несі бар, қауқары бар. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.